Сәлем досым, бүгін қайсысын таңдайсын атты ойын ойнайтын боламыз. Яғни, өте қызықты таңдау жасайтын боласың. Барлығы 23 сұрақ, 8 секунд уақыт беріледі. Айтпақшы, бөбектер арнасына жазылмаған болсаң, парақшама жазылуды ұмытпа. Қоңырау батырмасын басып, ең бірінші болып видеоларымды көр. Ал ендеше біз ойынды бастаймыз. Бірінші сұрақ: ешқашан фильм, сериал, мультфильм көре алмау, ешқашан әлеуметтік желілерге кіре алмау. Мысықтармен сөйлесу немесе қойлармен сөйлесу. Өзі жиналатын үй әлде өзі толатын тоңазытқыш. Тек тәттілер жеу немесе тек тұзды тағамдар жеу. Көлік пе, мотоцикл ме? Ұша алу қасиеті немесе адам ойын оқи алу қасиеті. Дубайға саяхаттау немесе Турцияға саяхаттау. Фанта немесе Кока-кола. Уақытты артқа айналдыру әлде уақытты тоқтату. 5 сағат ұйықтау немесе 10 сағат ұйықтау. Атақты актер, актриса болу әлде атақты әнші болу. Ең білімді, ақылды болу немесе ең бай болу, қайсысын таңдайсың? Тек нан жеу немесе тек су ішу. 14-ші сұрақ: қайсысын таңдайсың? Күлкілі болу ма, әлде әдемі болу ма? Келесісі: тегін интернет немесе тегін тамақ. Су астына саяхат па, әлде ғарышқа саяхат па? Қайсысын таңдайсың? Көлікке бітпейтін бензин немесе телефонға бітпейтін зарядка? Бір ай бойы қол жумау, әлде бір ай бойы бас жумау? Қайсысын таңдайды екенсің? Тек ыстық мезгілде өмір сүру немесе тек суық мезгілде өмір сүру? 20-ші сұрақ: жақсы көру ме, әлде жақсы есту ме? Қайсысын таңдайсың? Сені ұрған сайын 1000 теңге алу немесе күніне 5000 теңге алу? Мүлдем тұз қолданбау немесе мүлдем қант қолданбау? Ең соңғы сұрақ: бітпейтін шоколад немесе бітпейтін чипсы? Қайсысын таңдадың? Осымен ойынымыз аяқталды. Ойын ұнады ма? Ойын ұнаса, лайк басып, парақшама тіркелуді ұмытпа. Және де жауаптарыңды комментарияға жаз. Мен міндетті түрде оқимын. Кездескенше!